Қане, тағы да же. Ей, бозбала қайда? Қайда қашып барасың? Тауға бара жатырмын. Жоғарыға шығу керек. Ақыр заман, есіңде ме? Ақыр заман болып кетті ғой. Үңгіріміздің тас талқаны шықты. Жоқ. Бұл тек бас ғана. Ең қорқыныштысы әлі алда. Еп, таста оны. Оны жіберуге болмайды. Күн батқанша үңгір таба алмасақ қайтеміз. Бәлкім бірнеше күн іздеуге тура келетін шығар. Әлгі құстар қайтып келсе қалай қорғанамыз? Бізге оның оты қажет, ақымақ. Жарайды, үңгір тапқанша жаныңызда қаласың. Не? Жоқ, мені бұған араластырушы болмаңдар. Қалсаңдар, қала беріңдер. Ал мені жайыма қалдырыңдар. Менің арманым, міндетім, өмірлік мақсатым бар. Енді жоқ. Маған бір ой келді. Анау тұрған тауға барайық. Тым алыс. Әкем үңгір тапқанша жаны жай таппайды. Білесің бе, сол тауда үңгір бар. Ол жерде болып бедің? Тау ғой, түсінсеңші. Тау қауіпсіз. Тауда үңгір болады. Суда бар, таяқ та бар. Таяқ бар. Апа, естідіңіз бе? Менің өз таяқым болады. Иә, таяқ та, үңгір де бар. Үңгірде таяқ та бар. Кеттік. Өшір өніңді. Түрін еткен қызық ет. Жоқ, керек емес сенде. Оның аты Белбеу. Мен бір байламға келдім. Біз бәріміз анау тауға барамыз. Неге екенін сұрамаңдар. Сондай ой келді, ішкі түйсігім солай дейді. Білмеймін, Грак. Алысқа шығып көрген жоқпыз ғой. Ал жолға аяғым шыдар ма екен, а? Ал мен жетем дегенше аяғым аспаннан келетін шығар. Ендеше барайық. Жарайды, қойыңдаршы. Елестетіп көріңдерші. Төрт көзіміз түгел, ұзақ сапарға аттанамыз. Күні түні бірге боламыз, ертегі айтамыз, ойнап күлеміз. Отбасымыздың татулығы бұрынғыдан да арта түседі. Алыңдаршы мынаны, құтқарыңдар. Ал сен ашуына тиіп көзіне тікке қарама. Өзің қолыңға ие бола аласың ба, жоқ па? Керемет емес пе? Алғаш рет бірге сапарға аттанып барамыз. Мені неге итересің, а? Қазір сыбағаңды берем. Кері қайтқыларың келе ме? Қалағандарың сол болса, сендерді қазір-ақ сабаларыңа түсірем. Әке, дәретке барғым кеп тұр. Шыдай тұр, кішкентай емессің ғой. Шыдай Сен алмай. де аузыңа салма. Әбдені қарамды шығарда. Әже! Әке, дәретке баруым керек. Анау қырдың ар жағына барып кел, бөгелме. Масқара ғой. Мен бірдеген шағып алды. Өзің кінәлісің. Әке, оны өзім көтерейінші. Жоқ. Ал енді ше? Жоқ. Енді ше? Жоқ. Ал енді бересіз бе? Күн ұзақ қайталаудан жалықпайым. Жоқ. Аштан бұратылып өлетін жайым жоқ. Грак, бәріміз шаршадық. Жеткенде бірақ тамақтанамыз. Самазақ. Тіске басар тапқан сияқтаман. Оған тимеңіз. Жазатайым боласыз. Бұл тамақ емес, менің асыранды жануарым. Асырандысың ес. Жеуге болмайтын аңды айтады. Біз оны бала деп атаймыз. Адамдар аң асырамайды. Бұл не масқара? Бұл тамақ қой. Жоқ, жалынам. Оны емес, мынаны айтам. Ас адамның арқауы. Ал жарайды, аңға шығуға дайындал. Сен емес, сен әлі кешірген жоқпын. Қане, тәнік. Аяғым ауып тұр. Ау! Ашулы көрінесің ғой. Мүлде олай емес. Ашып шаңғыз мыналармен бірге барғысы келген. Мен дайын емеспін. Саспа, тәнік, қазір көмектесем. Бұл не қылғаныңыз? Олар не істеп жүр? Аң аулап жүр. Әргет! Жолама маған. Түсіндірші, олар не істеп жүр? Ішік толған жұмыртқа ғой. Тағы біреуін қане. Жанымды шығардың ғой. Мінекей, кім сары шаян жегісі келеді? Оу, ал құс пен жұмыртқа қайда қалды, а? Біз олардан айырылып қалдық. Құс үстіме шығып алып, алысып жатқан кезде саршаянды жармасты. Үйтіп, енді міне саршаянды талға жау етіп отырмыз. Қайта жолымыз болды. Тағы да жегім келеді. Тағы да. О, сақтай көр, әжеймен жеп қоямақ